Жігіттердің енді жалпы дене бітімі, дене тұрқы бір-бірімен деңгейлес. Қалай десек те Мейірбектің бойының ұзындығы байқалады. Және бірден шабуылға көшті Төлегенов. Және қарсыласы жалғастыруға шақырды. Өте жақсы лоу және Әуелбековтың тепе-теңдігі жоғалған сәт. Бұл тудыруда Әуелбеков үшін. Неліктен екені белгісіз Әуелбеков осы бір соққыларды оңай өткізіп жатыр. Оңай қастай үшін тұрып кетуге тырысу керек мынадай позициядан. Енді бұл соққылар қауіпті. Төлегенов оны жақсы түсінеді және сәт сайын осы бір қысымды арттыруда. Ал қарымта шабуыл тіпті көріп отырған жоқпыз. Тіпті шығып кетуге жасалатын ұмтылыста жоқ Әуелбектің тарапынан және бәлкім бұл жекпе-жектің уақытынан бұрын аяқталуынан хабар беретін соққылар шығар. Мейірбек Төлегенов барынша осы бір ауыр зілді соққыларын толастатар емес, жаңбырша жаудыруда. Қорғаныстың өзі бір керемет деп айта алмаймыз. Әуелбектің тарапынан басын сауғалап барынша тырысып жатыр. Енді төреші араласуы керек және жекпе-жек аяқталды.